Елімізге белгілі актер Тәуекел Мүсілім «Осколки» подкастында жұбайы махаббатпен арада болған келіспеушіліктер жайлы жасырмай айтты. Қиын кезеңдерді бастан өткіздік. Бір-бірімізге үйренісе бастаған кезіміз. Кездесіп жүргенде бәрі жақсы, қызық. Ал тұрмыс мүлдем басқа кезең, басқа атмосфера. Дегенмен біз әңгімелесіп сөйлесудің арқасында осы тұрмысқа да бояу беруді, қызықты қылуды үйрендік. Біз осылайша отбасымызды сақтап қалғанбыз. Себебі бірде ол төркініне ата-анасына кетіп қалды. Мен де бір-бірімізден демалайық дедім. Егер біз әрі қарай сөзге келе берсек, жағдайды ушықтырып алар едік. Кейін қайта сөйлесіп, арақатынасымыздағы кемшіліктерді тауып, дұрыс қарым-қатынас құра бастадық. Үлкеніміз Айтөре туды, кейін Әмір дүниеге келді. Тіпті кейде біз көптен бері ұрсыспай кеттік қой деп әзілдесеміз. Қазір бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Екеуміздің өмірге деген көзқарасымыз бір, дамығымыз келеді, қызықты дүниелерді зерттейміз. Бұл бізді жақындастырады дейді актер. Желі қолданушылары да өнер иесінің бұл сөзімен толықтай келісетінін жеткізді. Қиын кезеңдер бәрінің басынан өтеді. Бастысы өзіңді жаныңдағы адамның орнына қойып көру керек, толықтай келісемін. Қандай жағдай болмасын, адам бір-бірмен ішінде не болып жатқанын ашып айту керек. Инстаграмын қарасаң, мін таппайсың. Сөйтсем, бұлар да ет пен сүйектен жаралған адамдар бір-бірімен сөйлесу керек деп жазды желідегілер.